Так, запись кетті. Ассалаумағалейкум ағайын, қалайсыздар? Бүгін видеоның форматы необычный болады, себебі мен қазіргі уақытта ауылда емеспін, Алматыдамын, жұмыстарым бойынша. Из-за этого телефоннан сіздерге обучающий видео жазып отырмын. Мысалы, бұндай формат болашақта көп болады деп ойлаймын, потому что ыңғайлы екен. Қараңыздар. Бүгінгі видеода мен сіздерге условно open hello close, open low high close'ды қалай пайдаланасыздар, соны көрсетемін. Ең алдымен білмейтін адамдар үшін кез келген свеча бізде, кез келген свеча, хоть айлық, хоть апталық, хоть жылдық, хоть минуттық свеча, то есть любой свеча бірақ логика бойынша қалыптасады. Бізде егер де лонговый свеча болатын болса, яғни баға өсетін болса, бізде алдымен open болады, low болады, high болады, одан кейін close болады. То есть бұл бізде лонговый свечаның мысалы. Open, low, high, close. Көріп отырсыздар да. Мысалы, лонговый свеча болды. Мысалы, ақ свеча, менде лонговый. Дәл осы свеча. Open, алдымен low болды, одан кейін high болды, одан кейін close болды. Шартовый свеча тура соған қарама-қарсы. То есть, сызып көрсетейін, чтобы новичоктар қиналып қалмау үшін. Бізде open болады. Open болғаннан кейін алдымен high болады, одан кейін low болады, одан кейін close болады. Схематика осындай өте қарапайым дүние. То есть кез келген свеча осылай қалыптасады. Байқасаңыздар, когда біз осылай трейдинг вьюға свечаның үстіне условно осылай линияны алып келеміз, сол кезде бізде трейдинг вьюда сол жақ жоғары жақта открытие, максимум, минимум, закрытие деген сияқты жазулар пайда болады. Вот именно осы логика бойынша мен өзім көп сауда жасаймын. То есть қараңыздар. Енді шартовый мысал көрсетейін. Бізде open болды, high болды, low болды, close болды. Қара свеча. Вот. Енді в целом оны қалай пайдаланамыз? Open, high, low, close, open, low, high, close свечасының в целом формациясының логикасы баға бізде открытие болғаннан кейін белгілі бір манипуляция жасайды. Бізде күндік свечаның ашылу екі уақыты бар. Бірінші уақыт ол бізде 17. Нью-Йорктың уақытымен 17:00. Кез келген мен информация айтқан кезде ағай мен Нью-Йорктың уақытымен айтам, окей. Там Қазақстанның уақыты екен деп шатасып қалмаңыздар, чтобы сіздер шатаспау үшін айтып жатырмын. Так, осылай жазайыншы. Біріншісі, это бізде 17:00, это бізде daily open. 17:00, daily open. Екінші уақыт, это бізде 00:00, ол бізде Нью-Йорк midnight. Вот. То есть бірінші уақыт это 17:00, екінші уақыт 00:00 daily open. Күндік свеча бізде әрқашан 17:00 басталады. Вот, Форекс нарығында 17:00. Криптаны уже мен не помню, давно сауда жасамадым. А вот Форексте алтын то же самое, евро бәрінде 17:00 бізде график басталады. Қойып көрсетейін. 4 сағат свечада түсінікті. Вот бізде daily open'ның свечасы вот. Daily open это 17:00. Но загвоздка в чем? Қараңыздар. Open, high, low, close, open, low, high, close логикасына келгенде көпшілік именно осы daily open деңгейін пайдаланып қателесіп жатады. Неге? Потому что бізде daily open бар, одан кейін true day open деген бар. Яғни правильное открытие дня. То есть true day open дегеніміз не? True day open дегеніміз бізде ол, яғни бағаның midnight'та ашылуы. То есть midnight'та бағаның ашылуы ол бізде true day open болады. Қараңыздар. Өткендегі стримда мен түсіндірген болатынмын, что бізде open болады, если, например, свеча лонговый болатын болса, мысалы DT бойынша бүгінгі күннің бізде целі PDH болды. Евро бойынша логично PDL болды.
екеуін жасасам ше, например, евро цельді орындады, дикси орындаған жоқ. Қараңыздар, цельді орындаған евроның мысалында мен көрсетіп берейін, иә. Қараңыздар, бізде күндік свич ашылды. Это 17.00-де. Вот. 17.00-де бізде күндік свич ашылды. Бірақ біз оны open ретінде алмаймыз. Біз тек қана open ретінде 00.00-дің свичасын аламыз. Вот. Яғни midnight-тың уақыты. Біз білеміз, азиатская сессия бізде 20.00-ден 00.00-ге дейін болады. То есть почему именно осы уақыт? В целом бізде азиатский диапазон это 17.00-ден бастап есептелінеді. То есть мысалы мынау бізде 17.00 свичас қой. Вот мысалы мына диапазон бізде полный азиатская сессияның диапазоны болып есептелу керек. Бірақ азиатская сессияның килл-зонасы именно 20.00-ден басталады. Надеюсь, түсіндіңіздер, да? Из-за этого біз 20.00 00.00 деген сияқты уақыт аламыз. Енді қараңыздар. Загвоздка в чем? Біз уже HTFPS арқылы вот, күндік цель PDL екенін білеміз. Біз үшін баға не істеп тұр? Яғни open high low close, open low high close логикасын пайдаланған кезде сіздер именно 00.00 яғни midnight-тың уақытын аласыздар. Вот. То есть, қараңыздар. Именно баға midnight-қа келгеннен кейін бізде азиатская сессияның килл-зонасы бітеді. Вот. Байқасаңыздар, midnight-тан кейін именно midnight-тың линиясы осы сұр сызық, вот 00.00 деп тұр менде. Именно midnight-тан кейін, вот осы жерден кейін, midnight-тан кейін бізде баға өскен, open болды. То есть midnight это бізде true day open, яғни правильное открытие дня деп аталады. Вот midnight-тан кейін баға бізде ашылды, high болды, одан кейін дальше lowға кетті. Low бізде PDL. PDL алынды, ликвидность жиналды. Open, high, low, close. То есть, қазір көрсетейін. Индикатор бар. Вот, осындай. HTF Power of 3. Осы автордан. Осы индикаторды пайдалансаңыздар, настройкасын көрсетіп өтейін. Осы галочканы қосып қоясыздар. Вот. Вот. Сол кезде индикатор сіздерге полностью күндік свичаның ашылуын көрсетіп береді. Қараңыздар, midnight-тың уақытын қойдым мен. Сол кезде сіздер дұрыс қалыптасқан күндік свичаны көресіздер. Түсіндіңіздер ғой? То есть, осы свичаға қараңыздар, дәл осы свичаға. Енді күндік свичаға қараңыздар. Қазір қалыптасқан. Разница жер мен көктей. То есть бізде күндік свичада просто простой графикте, обычный графикте бізде daily open 17.00. Но когда біз правильный графикке келеміз, вот мысалы мен қойған линия осында 17.00-де тұр вот. Ал midnight уақытымен есептесек, бізде күндік свича мүлде басқаша қалыптасып кетті. То есть уже сіздер, если midnight-тың линиясын пайдаланып үйренсеңіздер, сіз уже қалай күндік свича дұрыс қалыптасады, вот соны түсінесіздер, да? Вот главное там пайдасы осы. Вот көріп отырсыздар, күндік свича бізде қалай қалыптасқан. Open болды, high болды, low болды, close болды. Low бізде қандай болды? Low бізде PDL болды. Көріп отырсыздар ғой? Полный закреп бізде. Значит, бізде дикси мен SMT болды. Вот. Мынау бізде 00 midnight-тың уақыты, мынау бізде 5.00 свичасы. Диксиге барамыз. Диксиге барамыз. Қандай картина көріп тұрмыз? Midnight-тың там свичасы и 5.00. Дикси ликвидностьпен жұмыс істейді, евро ликвидностьпен жұмыс істеген жоқ. Осындай момент бар бізде. Тура сол сияқты PDH-ға келгенде де бізде дикси PDH-ны снимать еткен жоқ. Вот тут 9.00-де. Евроға баратын болсақ, евро ликвидностьпен жұмыс істеді. Яғни, вот даже 7.00-де вот ликвидностьпен жұмыс істеп PDL-дап тастаған. Надеюсь, уже сіздерде open high low close, open low high close-пен там вопрос туындамайды. Себебі өте түсінікті болды деп ойлаймын. То есть қараңыздар, именно midnight-тың бағасынан кейін, например, если бізде цель PDL болатын болса, осы мысалдағы сияқты, именно midnight-тен кейін баға ликвидностьпен жұмыс істеу керек. Біздің жағдайда это азиатский максимум. Қосымша мына жақта может быть ішкі ликвидность, вот тут фрактальная ликвидность. Ішкі ликвидность жиналды, баға сыртқаға барды.
мына шетте тура сол картина. Вот Midnight-тың линиясы. Midnight-тан кейін азиатский максимум алынды. Дальше баға полный шартовый кетті. Көріп отырсыздар ғой. Бірінші цель это азиатский минимум, екінші цель вот это фрактал. Вот мына жақта бізде баға күні бойы шартовый болды. Вот тут екінші килзон, яғни Нью-Йорктың килзонасы басталды. ПДХ-ға кетті, таргет орындады. Вот. Мына кезде бізде биас лонговый болатын. Қараңыздар. Open болды. PDL мен жұмыс істеді. Дальше лонговый. Мына жақта OTE зонаға барды. Дальше полный шартовый кетті. Тура жаңағы мысал. Азиатский максимум алынды. 5.00 мен SMT мен мына мысалды стримда көрсеткен болатын. Дальше полный шартовый. Вот. То есть open high low close, open low high close'тың логикасы осындай. Но главная загвоздка в чем? Қосымша ақпарат айтып өтейін. Сіз бұл ақпаратты каждый күнге пайдалана алмайсыздар. Неге? Себебі бізде жазып көрсетейінші, чтобы кейін сіздер көргенде көз алдыларыңызда болатындай. Қараңыздар. Бізде бір аптаның ішінде 5 күн бар. Это бәріміз білеміз, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Бізде бірінші күні новости в основном болмайды. Сол үшін бұл күн как аккумуляция сияқты есептелінеді. Если сіз ептаның видеосын көрсеңіз, тогда түсінесіз. Это бірінші күн бізде как аккумуляция сияқты есептелінеді. А вот екінші күн, если бізде аккумуляция болатын болса, ептаның видеосын көрген адам сразу түсінеді. Бізде либо манипуляция болады, либо расширение болады. То есть, қандай жағдайда бізде бірінші күн аптаның максимум минимум бола алады. Бірінші күн бізде аптаның максимум минимум бола алады, когда бізде манипуляция болмаған кезде. То есть, либо бізде SMT болады, либо бізде манипуляция болмай, сразу расширение болған кезде бізде бірінші күн, яғни понедельник аптаның максимум минимум болады. Екінші күн, если бізде понедельник как аккумуляция сияқты есептелінсе, екінші күн бізде егер де новости болған жағдайда, это манипуляция. Вот. Екінші күн манипуляция. Егер де екінші күн манипуляция болмаса, екінші күн, конечно же, дистрибьюция болады. То есть уже апталық диапазонға баға ұмтылады деген сияқты. Енді осы жерде мен сіздерге бір мысал көрсетіп өтейін. Қараңыздар. Бізде евро бүгін PDL мен жұмыс істеді. Евро бүгін PDL мен жұмыс істеді. А Dixi вот қарасаңыздар, PDH мен жұмыс істеген жоқ. Но загвоздка в чем? Бізде апта ашылған кезде, вот тут апта ашылған кезде Dixi өткен аптаның минимумымен жұмыс істеді. Өткен аптаның минимумы Dixi бойынша алынды. Сағаттықта бізде конкретный слом бар, көріп отырсыздар. Часовойда бұл MMBM модель. Апталық биас бізде previous weekly low'ды көздеп тұрған, яғни өткен аптаның минимум. Ол алынды. Ал евроға қайтып барамыз. Бізде өткен аптаның максимум алынған жоқ. Яғни екеуінде SMT бар. Вот тут. Көріп отырсыздар ма? Екеуінде SMT бар. Екеуінде SMT бар. Яғни уже менің целім, например, Dixi бойынша өткен аптаның максимумы. Көріп отырсыздар ғой? Тут менің целім Dixi бойынша осы. Менде, конечно, мына жерде Dixi мен евро бойынша SMT болды, бірақ ертеңгі күні баға менде осы зонаға, там условно бүткіл, осы сылсайт ликвидность, осы асты жақтан сылсайт ликвидность жинап, осы IFV-ға барып, одан кейін лонговый болады деген менде план бар. Потому что қараңыздар, бізде 4 сағаттық имбаланс болды, бірақ баға имбаланс менсінген жоқ. Просто так. Просто телами закреп полностью. И қазіргі уақытта осы имбаланстың деңгейінде, можно сказать, консолидация. А біз білеміз, консолидация болған кезде бізде екі сценарий болуы мүмкін. Если аккумуляция кезінде бізде манипуляция болатын болса, яғни бізде апталық таргет уже previous weekly high ғой. Previous weekly high болған кезде бізде манипуляция железный бетон астығы болады. И осындай сценарий болуы мүмкін. Конечно, бұған біз
моментте қараймыз қалай қалыптасып жатқанына. То есть тупо осы сценарийді күтіп отыру қате да, но осындай сценарий болуы мүмкін менің ойымша. Вот, бұл бірінші момент. То есть уже бізде Dixie бойынша апталық диапазон preview хайды көрсетіп тұр. Ал енді евроға қайтып келейік. Евро бойынша бізде preview хай алынған жоқ. Вот тут. Но бізде мына жақта buy side liquidity бар. Егер де бізде күн теме свит болып жабылса, келесі күн біз buy side liquidityге барып, одан кейін барып preview лоуға кетуіміз мүмкін. То есть қараңыздар, егер де Dixie манипуляция жасаса, а вот евро SMT болу арқылы манипуляция жасамаса, мысалы біздің жағдайда, вот евро аптаның максимумын алған жоқ, яғни өткен аптаның максимум, а вот Dixie минимумды алды. То есть евро бізде манипуляция жасаған жоқ, Dixie манипуляция жасады. Евро моментальное расширениеға кетіп қалды астыға. Вот осындай моментта. То есть текстқа қайтып келейік. Екінші күн это бізде манипуляция болады. Если бізде, например, біздің жағдайда евро сияқты манипуляция болмай қалған жағдайда бізде моментальное расширение болып кетеді. Түсіндіңіздер ғой? Вот осындай жағдайда. Яғни тот же самый SMT. Ал үшінші күн ол бізде не? Үшінші күн, яғни апта бойынша среда, ол күн бізде көп жағдайда новости көп болады, из-за этого расширениеға келеді. Яғни бізде бірінші күн аккумуляция, екінші күн манипуляция, үшінші күн дистрибуция. То же самое расширение. Вот. Расширение это бізде апталық диапазонға ұмтылады. Условно қараңыздар. Егер де Dixie бойынша менде ертең новости болса, так, мынау бізде среда вот. Это что? Мұнда новости көрмеппін. Әсер ете ма? Без понятия, честно сказать. Вот қараңыздар. Менде среда күні новости бар, бірақ ол новости әсер ете ма? Мен білмеймін, потому что мен бұндай новости көрмеппін да бұрын соңды. Но четверг күні бізде PMI бар. Көріп отырсыздар ғой? Вот тут четверг бізде PMI бар. То есть қараңыздар. Бізде уже апталық таргетті мен анықтап беріп қойдым да сіздерге. Вот. Если бізде үшінші күн расширение болмаса, значит төртінші күн расширение болады да. То есть үшінші, төртінші күн бізде основной новости болатын күндер. То есть non-farm түседі, PMI, CPI, вот сондай да. Новости болған кезде бізде это новости катализатор просто бағаны жеткізіп береді. И главное істер биас бойынша цельді дұрыстап анықтап, грамотный ТВХ тапсаңыздар болды. Көрдіңіздер ғой, расширение болатын болса, төртінші күн бізде қандай болады? Яғни четверг. Если бізде среда күні расширение болмаса, расширение четверг, пятница күні болады. Но главное, катализатор ол новости. Новостидан сол үшін қорқып керек емес. Вот, мысалы, біздің жағдайда жаңа Dixie'ді анықтады. Если бізде среда күні баға новости әсер етпейтін болса, бізде расширение четвергке қалады. Четверг бізде либо продолжение, либо қайтадан консолидация. Вот осындай момент. То есть ар жағында уже пятница это тгиф. Пятница ол бізде тгиф. Ол бөлек сетап. Оны қазір айтсам өте ұзақ болып кетеді видео. Тгиф яғни пятница күні условно бізде среда, четверг тоқтамай өсетін болса, пятница күні уже бізде баға өспейді, апталық диапазон қайтып келеді. Не үшін? Почему пятница дальше өспейді? Деп мына жақта уже адамдар сұрақ туындап жатқан шығар. Қазір түсіндіріп беремін. Тура сол open high low close, open low high close. Мынаны бізде қазір мен сызғанда апталық свитча деп алыңыздар. Понедельник бізде мына линия, қазір мен сызған линия это консолидация. Мына линия бізде консолидация понедельник. Вторник манипуляция, консолидацияның минимум алды. Вот среда, четверг дистрибуция, аптаның максимумы белгілі болды. Пятница close. Яғни бізде аптаның жабылған уақыты. То есть вот. Түсіндіңіздер ғой. Мына диапазон бізде консолидация. Вот. Консолидация. Мына диапазон бізде манипуляция. Темлеп сайш. Что-то ұнамай қалды. Ну, фиолетовый цвет қояйық. Вот. Консолидация, манипуляция. Вот, мынау бізде полный дистрибуция.
дистрибьюция. И мынау уже пятница күн бізде тгив сетап. Яғни бағаның апталық диапазонның 20-30%-не қайтып баруы. Ол сетап күрделі сетаптардың бірі, каждый апта болмайды. Из-за этого мен оны сіздерге үйрете алмаймын, потому что қате түсініп сіздер оны дұрыс пайдаланбауларыңыз мүмкін. Вот в целом апталық диапазон осылай болады. То есть мынау бізде пятница, давайте қояйық. Вот. Көрдіңіздер ғой. AMD модельге ұқсай ма? AMD модель, аккумуляция, манипуляция, дистрибьюция. Но open high low close, open low high close там мысалында апталық диапазон полный разбор жасалынды. Енді сіздерге задание. Онда кім орындайды, кім орындамайды, қалай орындайды, маған шыны керек, без разницы. Главное, осы ақпаратпен бөліссем болды да. Вот. Главное, осы ақпаратпен бөліссем болды. Менің мақсатым сол болатын. Но сіздерге задание. Орындағысы келген адамдар үшін. Вот индикатор. ICT Everything деп жазылып тұр. Вот настройкасы. Нью-Йорктың уақыты. Вот. Осы соңғы галочка қосылып тұрса, сіздерге осы уақытқа дейін бүткіл системалар көрінеді. Вот. Midnight'ның исторический линиясы анау-мынау. Лондонның уақыты 2:00, 5:00, Нью-Йорктың уақыты 7:00, 10:00. Именно килзонаның уақытына қойылған. Ар жағында вот Лондон close, мынаның аты, например, Франкфурт деп өздеріңіз өзгертіп алсаңыздар болады. То есть қалай ыңғайлы, солай жасасаңыздар болады. Вертикальная линия менде Midnight'та ғана тұр. Вот. То есть ашылу уақыты Midnight'та тұр. Қосымша менде индекске арналған, это 9:30-ның линиясы тұр. Это мүлде бөлек әңгіме. Вот, мынау мысалы HTF Opening Price линия деген, это апталық, одан кейін айлық там свечалардың ашылу уақыты. Вот, мынау мысалы менде азиатская сессия осы төмен жақты белгіленіп тұр да. Мысалы, егерде мен там сессия деген жерге азиатская сессияны қосып қоятын болсам, азиатская сессия менде осындай линия болып кететін еді да. То есть осындай болып кететін еді. А маған азиатская сессия квадрат болған ыңғайлы болды да. Вот, көріп отырсыздар, квадраттың ішінде. Из-за этого азиатская сессия менде осылай төмен жақта орналасқан. Вот. Осылай мен сияқты қойсаңыздар, тура мен сияқты болады. Но стандартный отклонение деген, оны қоспай қойыңыздар, потому что бұны қате екен. Вот, мысалы мынау Day of Week Labels деген, это бізде графиктің жоғары жағында байқасаңыздар, вот тут. Осы жерде. Там вторник, понедельник, пятница деген жазылып тұр да менде. Вот соны көрсетеді. То есть сызып отырмаймын да мен оны. Вот. Мынау ар жағында текст, мынау аптаның там астыда тұра ма, үстіде тұра ма, соны көрсетеді да. Там биас анау дегенлерді қоспай қойыңыздар, бұның дым керек жоқ. То есть мен полный индикатор настройкасын көрсеттім, екі индикаторында, который адамдар сұраған. Надеюсь, түсіндіңіздер ағайын. То есть мен сіздерге апталық диапазон, апталық open high low close, open low high close'ты түсіндіріп бердім. Енді қараңыздар, евро бойынша менің прогнозым қандай? SMT-ді өшіріп тастайын. Мешать етуде. Қараңыздар, если біз бүгін теме свип болып жағылған жағдайда, мен осы buy side ликвидностьке бағаның баруы мүмкін деген сияқты ой қалдырамын. Неге? Себебі бізде, во-первых, хорошо, бізде апталық диапазонмен вот тут SMT болды. Мына жақ жоғары жақта бізде SMT болуы болды. Но бір но бар. Менде Dixie бойынша 4 сағатта астыда IFV-ға қалды. Без проблем, бізде мына жақта SMT болды. Но бізде қазіргі уақытта баға консолидацияның ішінде. Вот консолидацияның диапазоны. Бізде жоғары жақта SMT болды евромен. Но это не отменяет тот факт, что баға бізде консолидацияда. Вот консолидацияның диапазоны. Баға на новостях IFV-ға барып жоғары кетуі мүмкін. Если менде баға IFV-ға баратын болса, Dixie бойынша, мен осы buy side ликвидностьті жоққа шығармаймын. Неге? Себебі тупо фрактальный ликвидность. Баға бізде фрактальный ликвидность қалдырды. И бізде апталық диапазон, апталық цель, это өткен аптаның минимумы. Вот так вот. Надеюсь, түсіндіңіздер ағайын. Вроде все. Ар жағында, вот менде Dixie бойынша цель өткен аптаның максимумы. Неге? Себебі біз өте қатты құладық, и бізге ребалансировка керек. Ребалансировка қалай жасалады? SMT деген мешать етеді.
ребалансировка қалай шығады бізде? Ребалансировка вот бізде swing high, swing low, күндік таймфрейм жақсы көрінеді. Біз апталық ішкі ликвидностьпен жұмыс істедік. Вот бізде swing high, который ликвидностьпен жұмыс істеген. Вот бізде swing low, который ликвидностьпен жұмыс істеген. И бізде орта зонада күндік имбаланс бар. А мына көк линия менде апталық имбаланс. То есть алдағы уақытта мен бағаның как минимум өсуін күтемін да. А мына BPR деген это сбалансированный ценовой диапазон деп аталады. То есть кейбіреулер айфолганы BPR деп белгілеп алады да. Мен оларды түсінбеймін, честно. И түсіндіргім де келмейді, потому что көп адамға түсіндірдім, түсіне алмайды да. Баға не істеді? Соңғы рет түсіндіріп өтем. Керек адамға. Баға бізде, сейчас атым қайда? Маркер болды. Нет. Маркер. Сен керек емессің, стоп. Ой, ё-моё. Вот кисть. Баға не істеді бізде? Ой. Комп қайранып қалғаннан қиын екен. Вот қараңыздар. Баға бізде өсті. Баға қайтадан түсті. Баға қайтадан өсті. Қайтадан түсті. То есть тупо имбаланстың қызметін атқарады. Баға дальше өсіп кетті. И баға қайтып келген кезде уже мына жаққа түсіп керек емес. Неге? Вот мына жаққа ликвидностьпен жұмыс істеп керек емес. Неге? Тупо ол жақта ликвидность уже жиналып қойылды. То есть бағаға уже ол жаққа барып ликвидностьпен жұмыс істеп керек емес. Яғни баға уже тепе-теңдікті сақтап қойған, ребалансировка жасап қойған. Из-за этого сбалансированный ценовой диапазон деген сияқты айтылады. Ребалансировка жасалып қойылған. Сол үшін баға ойға қайтып келмейді да. Вот. Если мынаның астында там имбаланс бірдеңе болатын болса, баға оған бармайтын еді. Вот сондай момент бар. Бұл это более күрделі тема да. Так что бұған бас қатырмай қойыңыздар. Но главная логика в чем? Ликвидность, SMT и апталық диапазон түсіну. Мысалы қараңыздар, бізде понедельник ликвидностьпен жұмыс істеп тастады. Ойбай, бізде понедельникте новости жоқ екен деп, там мына понедельниктің условно алынуын, минимумын алынуын мен күтпеймін уже. Менде уже апталықтар кетіп превьюзы клихай. Мен жоққа шығармаймын, что баға бізде PDL-ді алып, одан кейін PDH-ға кетуі мүмкін деген ше. Но менің опытым бойынша, менің сценарием бойынша ол өте сценарий, яғни ол сценарийдің болу шансы аз деп ойлаймын. Себебі уже біз анық көріп отырмыз, часовойда бізде слом бар, 4 сағатта слом бар, баға ликвидпен жұмыс істеді. Баға бізде консолидацияда бізде расширение болады. Бізде расширение екі жаққа болуы мүмкін. Астыға немесе үстіге. Астыға болайын десе уже ликвидностьпен жұмыс істеп тастаған. То есть менің целім осы максимум. Надеюсь, пайдалы болды деп ойлаймын, ағайын. Менің негізі бұл ақпараттың бәрі платный учениктарыма арналған. Но осы видеоның соңында айта кетейін. Бәріміз адамбыз, бәріміз қарапайым қазақпыз. Мен де сіздер сияқты адаммын. Бұның бәрін мен өз уақытында іздендім, оқыдым, таптым. Бұның бәріне менде өте көп уақыт кетті. Маған бүйтіп ешкім түсіндіріп отқан жоқ. Өйтіп қазақ тілінде емес, бәрі ағылшынша болды. А так менде ағылшын тілінде даже условно деңгей өте төмен. Вот. Амалын таптым, оқыдым. Но сіздерге там бұл үшін ақша төлеңіздер, либо маған реклама ашсаңыздар демеймін. Главное, өздеріңіз сияқты білмейтін адамды көрсеңіздер, осы ақпаратпен бөлісіп, ол адамға пайдалы болғанын қамтамасыз етсеңіздер болды. Менің каналыма подписчик тартыңдар, маған реклама жасаңдар, менің условно продуктымды сатып беріңдер деген сияқты мен ештеңе айтып отқан жоқпын. Басқалар сияқты, ойбай, мен сіздерге бір фишкамен бөлсем, мен каналыма 100 адам келсін деген сияқты әңгімемен мен айналыспаймын. Одан маған толку нету. Но бұл ақпаратты маған Құдай берді, мен сіздермен бөлісіп жатырмын. Яғни бұл ақпарат мен арқылы сіздерге келді Құдайдан. Яғни тупо қуаныштан деген сияқты қабылдамаңыздар. А менің целім максимально пайдам тигізу. Вот из-за этого мен сіздерден сұрайтыным, басқа адамға пайдаларыңыз тигізіңіздер. Бұл ақпаратты сатпаңыздар. Кейбір адамдар бар, который сататын. Мен ондай адамдарды өте қатты жақтырмаймын. Олардың ісі
жақсы болмайды, себебі тегін алған дүние сатып керек емес. Вот бұл ақпаратты сатпаңыздар, просто тегін таратыңыздар и все. Даже менің телеграм каналымнан болмаса да, условно мен бұны ютубқа саламын, ютубта болса там ютуб арқылы таратыңыздар, телеграмы болса телеграм арқылы, либо скачать етіп алып ютубтан солай таратсаңыздар да болады. Бірақ никогда бұл ақпаратты сатып керек емес. Если бұл ақпаратты өздеріңіз түсіндірсеңіздер, например, бір обучающий материал жасап, тогда жақсылап түсініп алыңыздар, практика жасаңыздар, 50-100-150 графиктен мысал табыңыздар, одан кейін барып бірақ сатыңыздар да, когда өздеріңіз пайдаланып ақша тауып бастайсыздар. Но до этого тупо қуаныш былай көрсетті деп, сол ақпаратты көшіріп алып, то есть компьютердегі сияқты копировать ставить деп, оны кішігірім курс жасап жүріп сатып керек емес, потому что сен өзің білмейсің қалай пайдалануды, әлі жеткілікті деңгейде практика жасаған жоқсың, и бұны алдын ала сатып отырсың да. Ол болашағы өте тұманды дүние да, так что адам ақысына кіріп керек емес. Вот айтқанымдай, сіз бұны тегін алдыңыз ба, тегін таратыңыз, болды. Менің целім максимально пайдам тигізу, потому что бәрімізде пендешілік, бәрі ақша тапқысы келеді, бәрі әлемді көргісі келеді. Почему бы и нет деп мен ойлаймын да. Мысалы, Құдай маған бұл сынақты берді, білім күйінде. И осы сынақпен, можно сказать, біліммен бөлісудемін да мен. Мысалы, қазір бұл видеоны сіз көрдіңіз, бұл видеоны жақсылап түсініп алдыңыз да. Жақсылап түсіндіңіз, одан кейін барып, ертең басқаға үйреттіңіз. Хоть ақшаға, хоть теңгеге. Но главная логика в чем? Пайдаңызды тигізіңіз. Если бұл видео сізге пайдалы болса, басқа адамға пайдаңызды тигізіңіз. Вот. Что-то видеоның соңында өте ұзақ сөйлеп кеттім, но ойымды жеткіздім деген ойдамын. Вот так вот, ағайын. В целом видео бітті. Мен ойлағаннан ұзақтау болды. Так что алдағы уақытта график бойынша менің цельдерім осындай, менің графикке қарау логикам осындай. Вот так вот.